Кайрылуу күн. Дебат деген не? Дебат деген ойын нақты жеткізу, эмоция, еркіндік, жаңа достар, жаңа ортаның негізгі белгісі. Дебат деген сенің тұлға болып қалыптасу жағынан өте көмек беретін ойын түрі болып табылады. Дебат жастардың ой өрісін одан әрі дамытып, жан-жақты көзқарастарын қалыптастырады. Және де Қостанай қаласының балалар шығармашылық мектебінде дебат үйірмесі қазақ тілінде жүргізіледі. Әр апта сайын дебат үйірмесінен сабақтар және қалалық турнирларға дайындық болады. Және де Қостанай қаласының балалар және жасөспірім шығармашылық техникалық мектебіне осы челленджді жолдаймыз.